Мен қимылдай алмай қалдым. Денем ауыр, әлі әлсіз болып, жерге құлап түскендей болды. Ақыл-ойым күресіп жатса да, қалғанының бәрі өшіп қалғандай еді. Әңгімені соңына дейін тыңдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұлым Мейіржан менің қасыма жатып қозғалмады. Бет-әлпетін мүлде айқындай алмай, бірақ оның тыныс алып жатқанын сездім. Сол сәтте мен бұл сөздерді естідім. Күйеуім Бейбіт бізден небәрі бірнеше қадам жерде тұрған күйде сондай суық сөздер айтты. Олар менің сүйектеріме дейін жетіп, терең мұздай қорқыныш сезімін қалдырды. Барлығы жақында олар болмайды. Олар жоғалады. Мен мұны естімеуге тиіс едім. Мұндайды естуге тірі болмауым керек еді. Оның аяқ дыбысы дәлізде жоғалып кеткенде, мен әрбір ішкі импульсқа қарсы тұрып отыруға және айғайлауға тырыстым. Бірақ мен тек Мейіржанның қасына жатып, оған сыбырлап айттым. Қазір қозғала берме. Сол сәтте қалай тыныштық сақтап тұрғанымды білмеймін. Мүмкін медбике болып жұмыс істеген жылдарым әсер еткен болар. Немесе бұл тек ана жүрегінің инстинкті шығар, баламды құтқару. Бірақ ішімде бір нәрсе маған құпия сақта, қозғалма, күт деп сыбырлап тұрды. Өйткені бәрі қате екені сезіліп тұрды. Қазір сіздерді бірнеше сағат бұрынғы жағдайға қайта оралайын. Барлық нәрсеге әлі де қалыпты болып көрінген сәтке. Менің атым Жаннұр. Жасым 38-де. Мен анамын. Және жақында ғана әйелі болдым. Мейіржан дүниеге келгенде, мен медбике болып жұмыс жасауды тоқтатып, оған толықтай арнап, тәрбиелеу үшін үйде қалдым. Ол менің бүкіл әлемім, көп нәрсені білгісі келетін, ақылды, әрқашан менің әр қадамымды бақылап жүретін бала. Біз екеуміз бірінші күннен бастап команда болып жұмыс істеп келеміз. Бейбіт менің күйеуім. 12 жыл бойы көңілді, тартымды, адамдардың жанында өзін ерекше сезінетін, тіпті кездейсоқ танысқан адамдармен де жақсы қарым-қатынас жасайтын адам болды. Алайда уақыт өте келе оның тартымдылығы үнсіздікке айналды. Кейінірек кешкі уақытта үйге келу, жасырын қоңыраулар, күдік тудырған жоғалулар басталды. Бірақ мен Мейіржан үшін, біз бірге құрып келген өмір үшін, мүмкін менімен үйленген адам әлі де ішімде бір жерде бар деген үмітпен өзімді ұстап тұрдым. Сондықтан Бейбіт бізге кешкі ас әзірлеуді ұсынғанда, оның тарапынан сирек болатын нәрсе еді. Мен мүмкін ол қайтадан отбасымызбен байланыс орнатуға тырысып жүрген болар деп ойладым. Ол бізге ерекше рецепт бар екенін айтты. Стейк, картоп пюресі, жасыл бұршақ. Қарапайым, бірақ жайлы. Мейіржан қатты қуанды. Ол Бейбіт біз үшін қандай да бір нәрсе жасағанды ұнататын еді. Тіпті ол аз болса да. Біз үстелге отырдық. Тағамның иісі шықты. Біртүрлі, бірақ ештеңе айтпадым. Бейбіт бізге күлімсіреп қарап, әдеттегіден де көп күлімсіреп тұрды. Тіпті тым қатты. Мен бірнеше тілім жедім, Мейіржан да. Сол кезде мен алғашқы толқындарды сезіндім. Басым айнала бастады. Бөлме біршама тербеліп, аузым кеберсіп, қарным тарылды. Мен Мейіржанға қарадым. Ол көзін сүртіп, баяу жыбылықтап тұрды. Ол сыбырлап айтты. Мама, ішім ауырып тұр деді. Сол сәтте мен бір нәрсе дұрыс емес екенін түсіндім. Бұл тамақтан улану емес, бұл басқа бірдеңе деп ойладым. Содан соң бәрі қараңғылыққа батты. Мен Мейіржанның қасына құлап, жалғыз жасай алатын нәрсе жасадым. Жасанды тыныштық сақтадым. Мен қозғалыссыз жаттым, тыңдадым. Сол кезде Бейбіттің дауысы естілді. Жақында олардың барлығы болмайды. Бұл сөздер менің миымда мәңгілікке сақталып қалады. Ал кейін не болғанын мен де болжаған емеспін. Егер бір жыл бұрын сұрасаңыз, мен өмірім жай ғана тыныштық пен қарапайым екенін айтатын едім. Біз тыныш ауданда тұратын едік. Үйіміз қымбат емес, бірақ ыстық әрі қауіпсіз болатын. Кемінде мен солай ойлаушы едім. Мен уақытымның басым бөлігін үйде Мейіржанмен бірге өткізетінмін. Ол 11 жаста, ақылды, өткір, тілдес, жасына қарамастан тым байқағыш еді. Әрқашан миллион сұрақ қоятын, әр нәрсенің неден болып жатқанын, қалай жұмыс істейтінін білгісі келетін. Мен оны үнемі
менің кішкентай ғалымым деп атайтынмын. Ол әрқашан менің жанымда жүретін. Мен не істесем де қайталайтын. Кофені қалай араластырсам да, кірді қалай жинасам да, тіпті ойға шомылғанда мұрнымнан әндете бастағанымда да. Анасы болу мен ешқашан күмәнданбаған жалғыз нәрсе еді. Мүмкін менде бейбіт сияқты үлкен мансап немесе беделді дипломдар болмаған шығар. Бірақ менде Мейіржан болды. Және ол менің өмірімді мағынаға толтырды. Мен Бейбітпен 25 жасымда таныстым. Ол ұзын бойлы, өткір әзілқой, тартымды болатын. Ол маған қарағанда бүкіл әлемнің ортасы мен сияқты сезілетін. Ол қаржы саласында жұмыс істейтін, жақсы табыс табатын және әрқашан бастамашыл болатын, сенімді, бірақ өзіне тым сеніп кетпеген адам еді. Біз 1 жылдан аз уақыт ішінде үйлендік. Алғашында шынымен бәрі тамаша болды. Барлығы мені жолым болды деп айтатын. Ол маған гүлдер сыйлайтын, стикерлерге жазылған жылы сөздер қалдыратын, ұзақ сапарларға арнайы ән тізімдерін жасайтын. Мейіржан дүниеге келгенде Бейбіт менен де қатты жылады. Сол кезде мен өз-өзіме, міне осы адаммен бірге мен қартаямын. Біз бірге бақытты өмір сүреміз деп ойлағанмын. Бірақ уақыт өте адамдар өзгереді. Соңғы 2 жылда Бейбітте бір өзгеріс бастады. Басында бұл майда шүйде нәрселер болатын. Ол бізбен бірге отбасылық фильмдер көрмейтін болды. Мейіржанның қалжыңдарына күлмейтін болды. Жұмысқа кетер алдында менің маңдайымнан сүймейтін болды. Мен өзіме оның жұмысы тым ауыр, клиенттері талапшыл. Сондықтан күйзелістен осылай болып жүр деп жұбаттым. Оған тек біз тыныштық керек шығар деп ойладық. Бірақ кейін ол телефонына құпия сөз қойды. Жабық есіктің алдында сыбырлап сөйлесе бастады. Үйден қайда баратынын айтпай, үнсіз кетіп жүрді. Мен сұрақ қоя бастадым. Ол өзін қорғап, маған бақылау жасағын келеді деп айыптайтын. Ақыры мен сұрақ қоюды тоқтаттым. Үнсіз қалдым. Мейіржан үшін бәрі сырттай қарағанда дұрыс сияқты көрінетін. Кешкі үстіндегі күлкі, бос әңгімелер, жалған қалыпты өмір. Бірақ 1 апта бұрын ерекше бір нәрсе болды. Бейбіт жұмысынан ерте келді. Соңғы бірнеше айда бірінші рет. Ол біртүрлі босаңсыған көрінді. Мейіржанның басынан сүйді. Маған тік қарап, бүгін кешкі асты мен дайындайын деді. Мен көзімді ашып жұмып қалдым. Қашаннан бері сен тамақ жасайсың деп сұрадым. Ол иығын қиқаң еткізді. Жай ғана бір жақсылық жасағым келді. Сен соңғы уақытта өте көп еңбек еттің ғой деді. Бұл ұсақ түйек сияқты көрінді, бірақ ішімде бір нәрсе бұл сәтті маңызды, тіпті сәл күдікті екенін сездірді. Оған қарамастан мен оған сенгім келді. Бәлкім бәрінен кейін ол бізге қайта оралғысы келетін шығар деген үміт болды. Мен күлдім де, бұл керемет ой дедім. Сол кеште біз ең жақсы ыдыс-аяқтарды шығардық. Мейіржан музыка таңдады. Ол ас ішіп отырған кезде жай ойналып тұрды. Бейбіт ас үйде картоп езбесін араластырып, мұрын астынан әндетіп жүрді. Бәрі қайтадан қалыпты көрінгендей болды. Дегенмен ішкі түйсігімде бір белгісіз алаңдаушылық сезімі бар еді. Ішкі бір сыбыр, ол кезде мен оның қаншалықты маңызды екенін әлі түсінбеген едім. Барлығы тым кеш болмай тұрып, әлі есімде. Сол кеште Бейбіт плита алдында отырып, картоп езбесін араластырып жатқан кезде мен оған қарап тұрдым. Ол мұндайды күнде істейтіндей көрінді, бірақ олай емес еді. Біз үйленген 12 жыл ішінде ол ешқашан толық кешкі ас дайындамаған. Бір ретте. Сондықтан мен таңғалдым. Бірақ бәрінен бұрын мен өзімді бұл жақсы белгі деп сендіргім келді. Жаңа бастама деп. Мен оған сенгім келді. Кешкі ас 6 шамасына дайын болды. Мейіржан үстелді әзірледі. Әртүрлі мата-майлықтарды қойды. Олар бір-біріне сай келмесе де, оларды мерекелік деп санады. Ол өте қуанышты болды. Стейк сәл қатты қуырылған, бұршаққа сарымсақ тым көп қосылған. Бірақ езілген картоп бірден көзге түсті. Ол тым жылтыр, тым тегіс көрінді. Бұл көріністі сөзбен жеткізу қиын. Мен дәмін татып көрдім. Температурасы бір түрлі еді. Тым кремді, желім сияқты. Дәмі аса жаман болмағанымен, майдың астында ащылық сезілді. Мен шанышқыны қойып, судан бір ұрттап жұтуға мәжбүр болдым. Мейіржан да бірнеше қасық жеді. Мен оны бақылай бердім. Ол бет-аузын тыжырайтты.
бірақ тамақтануды тоқтатпады. Бейбіт үнсіз қарап жымиып тұрды. Менің картоптың дәмі біртүрлі екен дегенім жақсы есімде. Бейбіт оған күлді. Күліп тұрып, бәлкім мен өзімді ойлағандай мықты аспаз емес шығармын, деді. Содан кейін табағын жинап, ас үйге беттеді. Тіпті артына қарамады. Дәл сол сәтте мен сездім оны. Бас айналу бұл жай орныңнан жылдам тұрғандағы жеңіл бас айналу емес, бүкіл бөлме қисайып бара жатқандай сезім еді. Саусақтарым үйіп қалды. Тамағым құрғап, жабысқақ болып кетті. Көзімді ашып жұмып, бейнені анықтауға тырыстым. Ал қарсы бетте отырған Мейіржан үнсіз қалды. Ол ішін ұстап, көзі бақырая қарады. Шанышқысы тарелкаға түсіп кетті. Ол маған қарап сыбырлады. Анашым, ішім ауырып тұр. Бұл сәт мәңгі есімде. Оның жүзі таңданыс пен қорқынышқа толы. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді, бірақ оны қалай жеткізерін білмеді. Мен оған қарай қол созуға тырыстым, бірақ денем бағынбады. Бұлшықеттерім жұмыс істемей қалды. Көз алдым тұманданып, әлем айналып бара жатты. Бірақ санам анық еді. Бір ғана ой қайта-қайта жаңғырып тұрды. Мейіржанды қорғау керек. Мен ұлыма қарадым. Ол орындықтан төмен сырғып бара жатты. Сол кезде мен қолдан келген жалғыз нәрсені істедім. Оны жайлап жерге түсіріп, өзімді есінен танып қалғандай етіп көрсеттім. Оның кішкентай қолын өз қолымның астыма қойдым және әлсіз ғана қысып қойдым. Оның сезіну үшін жеткілікті. Содан кейін бұл үнсіз қозғалмай жаттық. Бейбіт бөлмеден шығып кетті. Мен оның дайын, енді олар көп ұзамай кетеді дегенін естідім. Қаным мұздап кетті. Оның даусында қорқыныш та, қайғы да болмады. Тек бір суық, немқұрайлы түйін. Бұл оның жай ғана бір міндетін орындағаны сияқты еді. Мен ішімдегі бар күш-жігермен айғайлап қашып кеткім келді, бірақ қозғалмай қалдым. Кейінірек мен оның үйден шығып бара жатқан дыбысын естідім. Аяқтарын жай басып, есік ашылды да жабылды. Ол кеткен еді. Көзімді сәл ғана аштым. Қорыққаным соншалық ас үйге қарауға батылым әрең жетті. Бәрі бос екен. Мен алақаныммен Мейіржанның арқасына жеңіл ғана қысым жасадым. Ол қозғала қоймады. Бірақ есім біліп жатты. Ол бәрін естіген. Дәретханаға деп сыбырладым. Түкір, қолынан келсе құс. Ол қорыққан, бірақ түсінген көзімен қарады. Мейіржан небәрі 11 жаста еді, бірақ ақылды болатын. Ол әлсіз аяқтарымен дәлізге қарай жылжыды. Мен де артынан еңбектеп жылжи бастадым. Аяқтарымды құм салынған қапшықтай сүйретіп, біз қонақ бөлмесінің дәретханасына әрең жеттік. Мен кранды қосып қойдым. Су қатты сарқырап ағып жатты. Егер Бейбіт қайтып келсе, естілмесін деп, қол жуатын жердің үстіне еңкейіп, бар күшіммен өзімді қысуға мәжбүрледім. Саусақтарымды тамағыма тығып, ішімізге араластырылған нәрседен құтылуға тырыстық. Мейіржан да менің артымнан қайталады. Көздерінен жас ақты. Ол жөтелді, тынысы тарылды, бірақ ақыры құсты. Бұл көмектесті. Баяу болса да көмектесті. Басым әлі айналып тұрды, бірақ мен ойлай алдым, қозғала алдым. Тынысым ауыр еді, бірақ үзіліп кетердей емес. Мен суық плитаға отырып, шкафтың қасына сүйендім. Мейіржанның қолын қатты ұстап алдым. Анашым деп сыбырлады ол. Неге ол бізге бұлай істеді? Мен де жауап болмады. Әзірге ештеңе айта алмадым. Бізге тезірек кету керек еді. Құтқару телефонына қоңырау шалуға тырыстым, бірақ телефон өліп қалған. Батарея емес, мүлде өліп қалған, экран да жанбады. Ал таңертең бәрі дұрыс істеп жанып тұрған еді. Мен үйдегі үй телефонын да тексердім, ол да өліп қалған. Сол кезде мен түсіндім, Бейбіт бәрін алдын ала мұқият жоспарлағанын. Уақытымыз жоқ дедім мен, қазір кетеміз. Мен жуынатын жердегі шұғыл фонарды алдым. Мейіржанды өзімнің қалың жейдеме орап, кір жуатын бөлме арқылы гаражға жетеледім. Біз дыбыс шығармай қозғалуымыз керек еді. Мен Бейбіт шынымен кеткеніне сенімді болмадым. Ол бір жерде тығылып, бақылап тұрған шығар деп қорықтым. Гараждың есігін қолмен аштым. Есік қорқынышты сықырлап ашылды. Жүрегім кеудемнен шығардай соқты. Мен сыртқа көз тастадым. Автокөлік кіреберісте жоқ еді. Көшеде бос, тек кешкі тыныштық. Майра ханымға қарай жүгір деп сыбырлады мен. Мейіржан жалаңаяқ көгалдан жүгіре жөнелді. Майра ханым бізбен 20 жылдан бері көрші тұратын. 70-тен асқан,
бірақ қайсар әйел еді, әрі әрдайым үйде болатын. Мен артынан жүгіріп ердім. Аяқтарым әлі де әлсіз, көзім бұлдырап тұрды. Мен есікке жеткенде Мейіржан қатты соғып үлгерген екен. Майра ханым жылдам ашты. Бізге бір көз тастағаннан кейін-ақ бәрін түсінді. «Не болды?» деп демін ішіне тартты ол. «Уақытымыз жоқ. Полицияға қоңырау шалыңыз. Ол бізді улады, менің күйеуім. Ол бізді өлтірмек болды», дедім мен. Шоктан оның жүрегі дереу қаталдыққа ауысты. Ол бізді ішке тартты. Есікті мықтап жапты, телефонға ұмтылды. 5 минут іште сиреналардың үні естілді. Сол кезде мәңгілікке созылған уақыттан кейін мен алғаш рет жеңіл тыныс алдым. Біз тірі едік, бірақ бұл тек бастамасы еді. Жедел жәрдем көлігінің жарықтары қабырғаларды найзағайдай шалып өтті. Дәрігерлер кіріп келгенде Мейіржан құтқару көрпесіне оранып, менің қолымды қатты қысып ұстады. Оның кішкентай саусақтары мені жіберуге қорқатын сияқты еді. Менің денем әлі де умен күресіп жатты. Көз алдым анықталып, қайтадан бұлдырап отырды. Бірақ мен есімді біліп тұрдым. Мейіржан да. Осы сәтте мен үшін жалғыз маңызды нәрсе сол болды. Ауруханада бәрі тез жүрді. Қан талдауы, улану тесттері, өмірлік көрсеткіштерді тексеру. Медбикелер шапшаң қимылдады. Мен бұл шапшаңдықты бұрын білетінмін. Өзім де бір кезде ақ халат киіп, солай жүгіретінмін. 1 сағаттан кейін дәрігер келіп, нәтижелерді жеткізді. Уландырғыштың жоғары дозасы болуы мүмкін. Сіздер дер кезінде бәрін сыртқа шығарғандарың үшін аман қалдыңыздар. Бәрі бір ауыздан. Сіздердің жолдарыңыз болды, деді. Бір сәтте сәттілік емес, бұл ерік, бұл өмір үшін күрес еді. Менің де Мейіржанның да жүрегі ауырып кетті. Бөлмедегі шептескен сыбырлар, ваннадағы судың сарылы, қашуымыз бәрі инстинкттің арқасында болды. Полиция офицері келгенде мен оған бәрін бастан аяқ айтып бердім. Әрбір қадамды, әрбір сөзді. Соңында сұрадым: «Оны таптыңыздар ма?» Офицердің жақ сүйегі түйіліп кетті. «Үйде жоқ, машинасы да ізім қайым. Біз бүкіл штат бойынша іздеу жарияладық». Ішім қайтадан шымырлап ауырды. Бұл жолы одан емес, қорқыныштан. Сол ізін суытып үлгерді. Енді біз әрқашан үреймен өмір сүретін едік. Артымызға қарап, кім бізді аңдып тұр екен деп. 48 сағаттан кейін оны әуежайда ұстады. Ол ұшатын рейске жалған төл құжатпен және екінші телефонмен отырмақ болған. Ол бізді улап қана қойған жоқ. Ол мұның бәрін бірнеше апта бойы, бәлкім одан да ұзақ уақыт жоспарлаған. Тек әпкем Эльмира келген кезде ғана барлық бас қатырғыштардың соңғы бөлігі орнына түсті. Біз ауруханада отырған едік. Мейіржан менің жанымда ұйықтап жатты. Эльмира еңкейіп, жүзінде сенімділік пен қайғы араласқан біртүрлі күймен маған қарады. «Мен саған ештеңе айтқым келмеген еді», деп сыбырлады ол. «Бірақ Жаннұр, бейбіт саған опасыздық жасаған. Мен бұны 2 ай бұрын білдім». Мен үнсіз қарап қалдым. Ол сөзін жалғастырды. «Оны бір әйелмен көрдім. Жасы 25 шамасында шығар. Олар мейрамханада бірге болды. Ол оны сүйді. Мен олардың артынан ердім. Олар бірге пәтерге кірді. Мен саған айтпадым, өйткені не істеу керегін білмедім. Мүмкін бұл жай ғана дағдарыс деп ойладым. Бұл жай ғана опасыздық емес еді. Бұл жоспарлы қашу еді. Және бәрі одан да нашар болды». Кейін белгілі болғандай, ол әйел бай отбасынан шыққан екен. Жақында оның әкесі қайтыс болыпты. Және ол үлкен мұраны тек үйленген, қарызы мен баласы жоқ адаммен тұрмыс құрса ғана алады екен. Бейбіт дәл сондай еркек болғысы келді. Әйелі де, баласы да жоқ, еркін. Улау, жалған құжаттар, қашуға талпыныс бәрі түсінікті болды. Ол бізден жай ғана кеткісі келген жоқ. Ол біздің бар екенімізді өшіргісі келді. Бейбітке кісі өлтіруге оқталу, бала өміріне қауіп төндіру және заңсыз заттарды пайдалану арқылы зиян келтіру айыптары тағылды. Алғашында ол өзін кінәсізбін деп таныды. Бірақ дәлелдер тым көп болды. Қазір ол шартты түрде босатылу құқығынсыз өмір бойы түрмеде отыр. Ал мен әлі де өзімді қайта жинап жүрмін. Бірақ шындық мынада: мен әдемі өтірікте өмір сүргенше, сынған шындықта өмір сүргенді артық көремін. Енді мен үлкен нәрселер үшін емес,
кішкентай сәттер үшін шүкір етемін. Мейіржанның көрші бөлмедегі күлкісі естілді. Түнде есіктің құлпының сықыры үшін, таңертең ас үйге құйылған жылы күн сәулесі үшін шүкір етемін. Бәрі құлаған түннен бері 3 ай өтті. Мен ас үйдің еденіне Мейіржанның қасына құлаған сәттен 3 ай өтті. Бейбіттің сол қорқынышты күндерінен бері 3 ай өтті. Бұл әлі де шынайы емес сияқты естіледі. Бірақ бұл рас, біз әлі тіріміз. Мейіржан екеуміз физикалық тұрғыдан толық қалпына келдік. Дәрігерлер у мөлшерінің өлімге әкелетіндей болғанын айтты. Бұл бәрі кездейсоқ артық мөлшерде дәрі ішкендей болып көрінуі керек еді. Егер біз өзімізді дер кезінде құтқармаған болсақ, қазір тірі болмас едік. Бұл ой менімен бірге көлеңкедей жүрді. Әкесі туралы көп сөйлемейді. Кейде мен оны терезеден үнсіз қарап отырғанын көремін. Кейде түнде маған келіп, жанымда жай ғана отырады. Мен оны сөйлетуге мәжбүрлемеймін. Ол дайын болғанда өзі сөйлейді. Ол өзінше есімдерін жаттап солай жүрді. Қазір біз Эльмираның үйінде тұрамыз. Ол біздің тірегімізге айналды. Ол маған Бейбіттің сатқындығын бұрын айтпағанына өзін кінәлайды. Бірақ мен оны ешқашан кінәлаған емеспін. Өйткені шындық мынада. Біз көбіне өзіміз көрген нәрсені ғана байқаймыз. Мен Бейбіттің бізді сатып кете алатынына сенгім келмеді. Мен онымен өмірімді байланыстырдым. Баламның әкесі деп сендім. Ал ол бізді өшіргісі келді. Салқын есеппен. Ақша, имидж, бізсіз болашақ. Ақыры соңында ол кінәсін мойындады. Барлық дәлелдер, улау, жалған паспорт, ұшақ билеті, шоттардан ақша аударымдары бәрі оны әшкереледі. Ол өмір бойы түрмеге кесілді. Шартты түрде босату құқығы жоқ. Ал мен толық тыныштық таппадым. Бірақ мен одан да маңызды нәрсені таптым. Анықтықты. Көп адамдар маған сұрақ қояды. Осындай жағдайға түскен басқа адамдарға не айтарың бар деп. Менің жауабым мынау. Өз түйсігіңізге құлақ асыңыз. Естілер, естілмес болса да, дәлелсіз болса да тыңдаңыз. Бізді әрқашан сыпайы болуға, адамдарға мүмкіндік беруге, ең жақсы нәрсеге сенуге үйретеді. Бірақ кейде күмәннің өзі сіздің мүмкіндігіңіз. Егер деніңіз бізге бір нәрсе дұрыс емес деп айтса, сеніңіз. Егер ішіңізден түсініксіз бір қысылу сезілсе, назар аударыңыз. Егер бөлмедегі ауа өзгеріп, атмосфера күңгірттеніп, үнсіздік ауырлай бастаса, бұл сіздің белгіңіз. Мен бұған тым ұзақ көз жұмдым. Мен қақтығыстан қорқып, өз қауіпсіздігім үшін қорқынышты естімей қалдым. Енді ешқашан олай жасамаймын. Ол түні Бейбіт бізді оламақ болғанда, мені құтқарған күш немесе дайындық емес еді. Мені құтқарған үнсіздікке құлақ тұру, дұрыс сәтті күту. Осы кішкентай көзге көрінбейтін шешім менің және ұлымның өмірін сақтап қалды. Енді мен әр күнді оны қорғаудың жаңа мүмкіндігі ретінде қабылдаймын. Тек қауіптен емес, үнсіздіктен де, күмәннен, сүйіспеншілік деген өз дауысын елемеу деген жалған ойдан. Өйткені шынайы махаббат ол сізді ешқашан қауіпке тастамайды. Ол сіздің құныңызға ешқашан күмән келтірмейді. Ол ешқашан умен бірге келмейді. Егер сіз осы жерге дейін тыңдаған болсаңыз, рахмет. Бұл әңгіме оңай болған жоқ. Бірақ мен біреуге ой салады деп үміттенемін. Өз ойыңызды, тәжірибеңізді және жай ғана қолдау сөздеріңізді осы астына пікір бөліміне қалдырсаңыз болады.